Жолдасым бүгін өзіміздің ұлттық тағамды жасашы дейді ғой, мен де қуана келсе кеттім, себебі ең оңай тағам осы ғой. Ең алдымен туралған етімізді қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін пияз салып, 15 минут тағы да қуырып аламыз. Келесі кезекте туралған сәбіз, болгар бұрышы, қызанақ және де дәмдеуіштер. Мына жерде менде Чонгустамның арнайы етке арналған дәмдеуіші халал сертификатталған. Жоғарыда көрсетілген номерге хабарласып, тапсырыс берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, 20 минут көлемінде қуырамыз. Одан кейін үстіне аз ғана су құйып, осы суда етіміз піскенше бұқтырып қоямыз. Бөлек ыдыста мен макарондарды қайнап тұрған суға салып пісіріп алдым. Аз ғана тұз салып жіберіңіздер. Және де макарон піскеннен соң үстіне 1 стакан салқын су құямыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Макарондарымызды сүзіп алып, жаңағы пісіп тұрған етіміздің үстіне саламыз. Жақсылап бір араластырып, 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Ал сіздердің ұлттық тағамыңыз қандай тағамды жиі жасайсыздар? Видео астына жаза кетсеңіздер болады. Ас болсын.